Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Деніңізге саулық тілеймін. Сіз тоғызымызды өмірге алып келген ең керемет, ең періштедей алтын анасыз. Тоғызымыз тоғыз түрлі болсақ та, бәріміздің мінезімізді, қателігімізді бәрін кешірді деп ойлаймын. Әлде де балаларыңыздың артық кеткен қателіктер болса, кешіріңіз, мама. Мен сізді жақсы көремін, бетіңізден сүйдім. Мама, туған күніңізбен. Нама тілек тілеп жатсам, мынандай таспих сыйлыққа берілді. Үлкен барлықтарыңызға. Біз қазір модельге жасайтын боламыз. Бірінші рет уайымдап тұрып, кішкене қоғазып тұрмыз. Сіздерге негізі мен рум-тур көрсетпеген екенмін, маған жазып жатсыздар. Рум-тур енді кішігірім ғана көрсетейін. Мұнда двуспальня осындай номер бізде. Әпке екеуміз, Наим әпке, прям Турциядан келді. Арнайлап осы обучение үшін мына жақта керек заттарымыз. Суды жинап қойғанбыз, прям су көп ішіп жатырмыз. Деп мен айта алмаймын, вообще көп ішіп жатырмын, мен ішемін деп ұмытып кетіп жатырмын. Ана жақта біраз отработка жасауымыз керек. Әлі де түнде кеш жатқанбыз, фрукты жинап алғанбыз, жеуге қол тимей жатыр, прям кеш шығып жатырмыз обучениеден. Мұнда менің өзімнің коллагенім, всегда бірге алып жүремін. И қазір өзіміздің кезегімізді күтіп отырмыз отработкаға. Және маған Бішкектен жазып жатқан әпкелер, қыздар, сіздерге үлкен рахмет, қош келдің. Барып көрсем бола, рахмет, қош келдің. Барып көрсем бола ма деп айтып жатқан қыздар бар. Алдында бір әпке келіп үлгермей қалды. Мен ол кезде обучениеде тұрмын, енді бастап жатқанбыз. Бір әпке тағы жазды. Басқа жақтан келетін едім, ыңғайлы датада бола ма деген сияқты, барып көрсем бола ма деп. Үлкен рахмет ниеттеріңізге, көңілдеріңізге. Осындамыз бұйыртса, бірақ бүгін кешке кетуім де қалуым да мүмкін, пока белгісіз. Бүгін соңғы күн. Бішкек ұнап жатыр, тамақтары өте дәмді екен. Я әпке, тамақтары прям күшті екен, ұнап жатыр. Ал достар, біз бүгін таңертең шығып, осылай Шымбұлаққа арнайы киініп, заттарымызды тастап, енді жолға шыққан болатынбыз. Иншаллах бұйырса енді жетіп, аман-есен барып көретін боламыз. Атмосфера қалай, жалпы аура қалай. Пысынап отырған енді таксидің ішінде. Бірақ қазір Шымбұлаққа бара жатырмыз. Негізі өзім 2 жыл бұрын барған. Қазір как будто бірінші рет бара жатқан сияқты чувство болып жатыр. Себебі мен ұмытып қалдым барлығын. Қазір тағы да барлығын басынан бастап көретін боламыз. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Қасымда құрбыларыммен бірге бара жатырмыз. Қап-қара болып киініп алдым.